Қайырлы күн баршаңызға. Тоқыма сыр арнасына қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Айгүл Нұрпейісқызы. Мен бүгін сіздерге слетик тоқудың жаңа үлгісін көрсетемін. Бұл слетик 35 размерге тоқылды. Слетиктің тоқылуы осы айналдыра тоқылып, осынша. Одан кейін табан тоқылады да, кейін шетінен ілмектер іліп алып, бас жағы тоқылып, соңында осылай алды тоқылады. Енді тоқылуы қиын емес. Бұл слетик бір түсті жіптен тоқылды, және қалдық жіп. Осы жіп аз болғандықтан мен 35 размерге тоқыдым. Енді бізге керек құралдар. Біз менде осында екі ұзын біз және екі қысқа біз. Қысқа бізді мен ілмектер аз болған кезде қолдандым, ал ұзын бізді ілмектер көп кезде қолдандым. Бұлардың барлығы екінші номерлі біздер, және жіп менде осындай қалдық жіп, меланж жіп, орташа қалыңдықта, және артық жіптерді қиятын қайшы. Мен сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін мен бас жағын осылай тоқып қойдым. Бұл менде 56 ілмек. 56 ілмектен бастап тоқыдым, және бір келкі оң жағынан да, теріс жағынан да оң тоқимыз. Іс жағы да осындай, және сырт жағы да осылай тоқылған. Енді ілмектер саны бұл жерде тоқитын размерге байланысты болады. Егер үлкен размерге тоқитын болсаңыздар, онда көбірек ілмектер есіздер. Ілмектердің санының тақ немесе жүп болуы маңызды емес. Егер де тақсан теріп қойсаңыздар, онда мынау ортаны, табанды, мысалы бұл жерде тақсан болса, ортаны 11 ілмек деп бір артық ілмекті ортасына қосып жібересіздер. Табан менде 10 ілмектен тоқылған. 10 ілмектен тоқылған, және де осылай домаланып, табан әдемі тоқылу үшін қазір мен сіздерге тоқылуын көрсетемін. Бұл жерде мен бұл тоқып қойғаным слетиктің тура осы екі жаны осылай айналдыра. Бұны мен санайтын болсам 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 жол немесе 22 қатар тоқыдым. Енді маған размер кіші болғандықтан осы жеткілікті, осынша биіктік жеткілікті. Енді ары қарай табан тоқимыз. Табан менде 10 ілмектен тоқылған. Енді екі шетіне осы 56 ілмекті үшке бөлеміз. Табан 10 ілмек, және екі шеті 23 ілмектен. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 23 ілмек. Және бұл жағында да 23 ілмек бар. Енді 10 ілмектен табан тоқимыз. Жіпті үзбей тоқимыз. Сондықтан 23 ілмекті осылай тоқып аламыз. Немесе маркерге дейін. Осылай тоқып алдық. Бұл бізде енді табанның 10 ілмегі ортадағы. Маркерді өткізіп, енді 1, 2 ілмек, және соңғы табанның 2 ілмегіне дейін тоқимыз. Біз табанның 8 ілмегін тоқыдық та, 2 ілмекті қалдырдық. Енді тоқымамызды теріс айналдырып, осы жерден 6 ілмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ілмек. 6 ілмек тоқып аламыз да, тоқымамызды қайтадан кері айналдырып, 1, 2, 3, 4, 5,
6 илмегімізді тоқимыз да мына четтен 1 илмекті қосып аламыз. Енді бұл жерде осындай ойық қалмас үшін протяжкадан 1 илмекті осылай іліп, мына илмекке қосып 2 илмектен 1 илмек тоқимыз. 1 илмекті қосып алдық. Енді осы жерден тоқымамызды теріс айналдырып 7 илмекті тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 илмек. Енді бұл жерден де мына 1 илмекті қосып аламыз. Және де протяжканы тартып осылай 1 илмекті көтеріп, 2 илмектен 1 илмекті оң тоқимыз. Енді осы жерден қайтадан тоқыманы теріс аударып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 илмек. Енді мына четтегі соңғы 1 илмекті де қосып аламыз. Протяжкадан 1 илмекті тартып, осылай қосып алдық. Енді бұл маркердің бізге қажеті жоқ. Осы жерден тоқыманы кері айналдырып, четтегі соңғы 1 илмекті де қосып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10 илмегіміз. Осылай тоқып алдық. Енді ары қарай табан тоқимыз. Табанды мен 10 илмектен тоқыдым. Егер үлкен размерге тоқитын болсаңыздар, 10 емес, 12, 13 илмектен тоқыңыздар. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10 илмекті бұл тоқыманың оң жағы 10 илмек жандағы илмекпен қосып 2 илмектен 1 илмекті теріс тоқимыз. Жіп тоқыманың алдында. Осылай теріс тоқимыз. Енді ортадағы 10 илмек қана тоқылады. Тоқымамыз теріс аударып, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 илмекті жандағы илмекпен қосып, 2 илмектен 1 илмекті оң тоқимыз. Бұл тоқыманың іш жағы. Енді осы жерден қайтадан тоқыманы кері айналдырып, 9 илмекті тоқып аламыздағы 10 илмекті жандағы илмекпен қосып, 2 илмектен 1 илмекті теріс тоқимыз. Бұл тоқыманың оң жағы. 10 илмек жіп тоқыманың алдында жандағы илмекпен қосып, 2 илмектен 1 илмекті теріс тоқимыз. Енді осы жерден қайтадан тоқыманы теріс айналдырып, бұл тоқыманың іш жағы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 илмекті жандағы илмекпен қосып, 2 илмектен 1 илмекті сол оң тоқимыз. Осылай. Енді бұл тоқыманың оң жағынан 10 илмекті жандағы илмекпен қосып, 2 илмектен 1 илмекті теріс тоқимыз. Жаңа біз 6 илмектен бастап тоққанымыз өкші домаланып әдемі тоқылды. Енді өстіп өз бетімізше осы илмектердің барлығы жабылғанға дейін тоқимыз. Бұл тоқып жатқанымыз следиктің табаны. Мен табанды осылай тоқып алдым. Четтегі барлық илмектер жабылғанға дейін тоқыдым. Өкшесі домаланып өте әдемі тоқылды. Соңында табанның 10 илмегі қалды. 2, 4, 6, 8, 10 илмек. Енді ары қарай бас жағын тоқимыз. Осы жерін тоқимыз. Ол үшін біз мына четтерден илмектер аламыз. Енді сіздерде бұл жерді қанша тоқисыздар, сонша илмек тересіздер, және размерге қарай. Мен 10 илмектер аламын. Бұл тоқыма осылай іш жағына аяқталғандықтан жіпті үзбестен осы жерден теріс тоқып, және сырт жағына қараған жарты илмектерден тереміз. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10 ilmek. 10 ilmek terіп алдым. Енді дәл осылай екінші шетінен де 10 ilmek теріп аламыз. Бір және бізге қараған жарты ilmekтерден. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 және 10 ilmek. Осы 10 ilmek теріп алдық. Менде қазір барлығы 30 ilmek бар. Енді осы 30 ilmekті оң жағынан да, теріс жағынан да оң тоқып, өзімізге қажетінше тоқитын размерімізге қарай тоқимыз. Мен осылай тоқып алдым. Табанынан кейін 1, 2, 3, 4 жол немесе 8 қатар тоқыдым. Енді ары қарай ilmekтерді тағы да қысқартып тоқимыз. Жаңа біз бұл жерде 6 ilmектен бастасақ, енді тура ортадан 8 ilmектен бастаймыз. 10 ilmekті тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmek. Енді бұл ортадағы 10 ilmek, бұл табанның 10 ilmегі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, табанның 9 ilmегін тоқимыз дағы. Негізі бұл 10 ilmek. Осы жерде маркер қоятын болсақ, 10 ilmek табанның ilmегі. Осы табан ilmегінің 9 ilmегін тоқып аламыз дағы. Енді 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmekті тоқимыз. 8 ilmekті тоқимыз да, тоқымамызды қайтадан теріс аударып, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-шы ilmegімізді қосып аламыз. Осы жерден протяжкадан 1 ilmekті тартып, 2 ilmектен 1 ilmekті қосып, 10 ilmek қыламыз. Сол кезде бізде табаны осылай әдемі тоқылады. Егер бірден 10 ilmектен тоқитын болса, онда бұл жер 4 бұрыш болып аяққа бататын болады. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, табанның 10-шы ilmegін осылай протяжкадан 1 ilmekті тартып, осылай тоқып алдық. Енді міне ары қарай табанды қалай тоқыдық, тура солай соңғы 10-шы ilmekті жандағы ilmekпен қосып, 2 ilmектен 1 ilmek тоқимыз. Енді екінші шетінен де солай 9 ilmekті тоқып аламыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ilmekті жандағы ilmekпен қосып, 2 ilmектен 1 ilmekті оң тоқимыз. Бұл тоқыманың іш жағы. Енді екінші шетінен де солай 9 ilmekті тоқимыз дағы. 10 ilmekті жандағы ilmekпен қосып, 2 ilmектен 1 ilmekті теріс тоқимыз. 10 ilmek теріс тоқимыз. Екінші шетінен де тура осылай. Жаңа табанды қалай тоқыдық, тура солай тоқимыз.
Соңғы ілмек. Енді осылай соңғы екі четте 3 ілмектен қалғанға дейін тоқимыз. Бұл четте 3 ілмек, бұл четте 3 ілмек қалғанға дейін тоқимыз. Міне мен екі четте 3 ілмектен қалғанға дейін тоқып алдым. Енді 10 ілмекті қысқартамыз. Сол кезде алды осылай әдемі болып тоқылады. Енді ортадан 2 ілмек, четтен 1 ілмек деп қысқартамыз. 8 ілмекті тоқып аламыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмекті тоқимыз да, бұл тоқыманың оң жағы. Соңғы 2 ілмек және четтен 1 ілмек деп 3 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Енді екінші четінен де солай. Соңғы 2 ілмекке дейін тоқимыз ортаны. Соңында 2 ілмек қалды ортаның. Четтегі 1 ілмекпен қосып, 3 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Бұл тоқыманың іш жағы. Енді бірден қысқартамыз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, бізде ортада 8 ілмек қалды. 8 ілмекті жандағы ілмекпен 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Екінші четінен де осылай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ілмекті жандағы ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті оң тоқимыз. Енді тағы да ортадан 2 ілмек қысқартамыз. 2, 3, 4, 5, 6 ілмекті тоқып аламыз да, ортадан 2 ілмек, четтегі соңғы 1 ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті теріс тоқимыз. Енді екінші четінен де тура осылай. 2, 3, 4, 5 ілмекті тоқимыз да, ортадан 2 ілмек, четкі соңғы 1 ілмекпен қосып, 3 ілмектен 1 ілмек тоқыдық. Сол кезде слетигіміздің алды осылай әдем болып тоқылады. Бұл тоққанымыз туры осы жері. Бұл слетик кішкентай размер әрі жіңішке аяққа тоқылғандықтан мен ортасын осы 6 ілмектен тоқыдым. Егер сіздер үлкен размерге және де толық аяққа тоқитын болсаңыздар, онда тура осы жерді 8-10 ілмектен тоқисыздар. Және де бұл жерде жіптің жіңішке жуандығына да байланысты болады. Жіп егер жуан болса, онда азырақ ілмектен, ал жіңішке жіп болса, керісінше 12-14 ілмектен тоқысаңыздар болады. Міне осылай 6 ілмекке дейін қысқартып алдым. 2, 3, 4, 5, 6 ілмекті тоқымай осылай қоя тұрамыздағы. Енді четтен ілмек аламыз да осылай. Толық 1 ілмекті алып, мұна ортаның 6 ілмегіне қосып, 2 ілмектен 1 ілмек тоқимыз. Өстіп, алдын тоқимыз енді. Енді алдын тоқимыз. Бұл жерде де бізде бірыңғай оң ілмектермен тоқылған. Бұл ілмекті осылай тоқымай ала тұрамыздағы, четтен 1 ілмекті алып, толық 1 ілмектен, осылай толық 1 ілмек, осыны көтереміздағы, мына ілмекпен қосып, 2 ілмектен 1 ілмекті осылай теріс тоқимыз. Өйткені бұл тоқыманың іш жағы. Бізге оң жағынан осындай 2 оң ілмек тоқылу керек. Соңғы ілмекті
токмай ала турабыз дагы. Бул четтен тагыдан бир илмекти бизге өткүзүп алып, 2 илмектен бир илмекти оң токуйбуз. Экинчи четинен да осулай. Осылай бир илмекти ала туруп, четки илмек, толук бир илмек. Мен осылай толук бир илмектен токудум. Эгер мына жарты илмектен токуйтун болсок, бул жерде эмне четинде осундай оюктар пайда болот экен. Сондуктан мен осылай толук бир илмектен алып токудум. Энди 2 илмектен бир илмекти осылай терс токуйбуз. Енді бұл тоқыманың оң жағынан да тура осылай токуйбуз. Соңғы 6-нчы илмекти ала турабыз да, енді міне бұл жаны токулган. Жанында енді илмектер баскадай болот. Сондуктан осы жарты илмектен аламыз. Жарты илмектен көтөрүп, 2 илмектен бир илмек токуйбуз. Экинчи четинен де осылай. Соңғы илмекти ала турабыз дагы. Бул жаңагы биз бастаган жерimiz. Осылай жарты илмекти көтөрөбүз дагы. Осы 2 илмектен бир илмек токуйбуз. Және ыңгайлап осылай солга каратып илмекти. 2 илмектен бир илмек. Енді өстүп, өзүбүзгө кажетинче токуйбуз. Осы аягыбыз сыятындай болу керек. Бул слетиктин конушу. Мен осы 6 илмекти мен неше иретине 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 рет токудум. Енді сіздерде өз токуйтун размерлериңизге карай, конуштун оюга канча керек, сонча токуйсуздар. Баары карай өз бетимизче токуйбуз. Мен осылай токуп алдым. Бул маган конушка осы жеткиликти, өйткөнү размер кичкентай. Енді илмектерди жабамыз. Экинчи илмекти токуйбуз да, бул илмекти үстүнөн асырабыз. Өтө катты тартпайбыз. Бул енді конуш болгондуктан катты тартатын болсок, ол кийлетин жери тар болуп калышы мүмкүн. Енді бул илмекти әдемі токулуу үчүн кайтадан осылай бир илмекти алып, осы 2 илмектен бир илмек токуп, осылай асырабыз үстүнөн. Осылай токулду. Енді жибимизди кыйып, ичине карай жасырабыз. Слетигибиз осылай токулду. Өтө әдемі, әрі оңай токулуу. Эгер сиздерде осы конушу кеңирээк болуп жатса, өтө илмек терген кезде өтө бос терип койсоңуздар да, бул жери кең болуп кетет. Сондуктан өтө катты да эмес, калыпты кылып терүү керек илмекти. Мен сиздерге илмек терүүдү көрсөткөн жокмун, өйткөнү осы арнада илмек терүүдүн 5 адиси деген жеке видео бар. Енді бастап жүргөн кыздар сол видеону ачып карап, содан кийин илмек терсеңиздер болот. Тура осы жерден илмектер жапкандан кийин күршөкпүзбен айналдыра жинап чыксаңыздар, бул конуштарыңыз катты кең болмойт. Мен жинамадым, өйткөнү бул жерде маган осы жеткиликти. Токулуу кыйын эмес, өздөрүңүз көргөндөй өтө оңай. Осылай көрүнөт бүктөгөндө слетигибиз. Енді бул жерде түшүнбөгөн жерлериңиз болсо сурап отуруңуздар. Осы видеону көргөндөн кийин лайк басып отуруларыңызды сураймын. Арнага тиркелип отуруңуздар. Видеонун соңуна дейин көргөндөрүңүзгө рахмет. Келесі кездескенче сау болуңуздар.